Көп адамдар сені өзінің қаһарманы санайды. Алайда сенің өз қаһарманың кім? Менің өз қаһарманым ба? Бұл керемет сұрақ. Негізі менің ойымша, менің қаһарманым ол менің әкем. Өйткені мен оған қарап өстім. Мен күнде менің әкем. Жақсы, олай болса, бұл видеодағы қарапайым маңызды деген сөздерді айтып өтейік. My hero, менің қаһарманым. Your hero, сенің қаһарманың. Яғни my деген менің, your деген сенің. That's great question. Бұл керемет сұрақ. Бұл жердегі great деген керемет, question деген сұрақ деген сөз. Мысалы үшін менің сұрағым десеңіз, my question болады. I think, мен ойлаймын. Мысалы, I think I know. Мен білемін деп ойлаймын. Есте ұстайтын нәрсе, ағылшын тілінде біз сөйлемнің соңынан бастап алдына қарай оқимыз. Ал енді кішігірім тапсырма. Мен сені менің қаһарманым деп ойлаймын деп айтып көріңізші. Яғни өзімнің қаһарманым деп ойлаймын. Дәл сіздің жауабыңызды пікірлер бөлімінде күтетін боламын. Қане. Бұндай формат ұнайтын болса, пікір қалдырыңыз, лайк қойыңыз, тағы да не істеу керегін білесіз ғой. Ал жақсы, ассаламу алейкум. Көріскенше.